Сәлеметсіздер ме? Мен Есіркен Айымжан, Жамбыл ауданы Антон Макаренко орта мектебінің 10-шы сынып білім алушысымын. Менің отаныма, менің бастамам. Шығармашылық жобалардың облыстық байқауында Қазақстанның 7 кереметі номинациясы аясында өз жобамды назарларыңызға ұсынамын. Жоба тақырыбы өз өлкемнің 7 кереметі. Қазақстан табиғаты көркем, жанға жайлы, әсем жерлерге өте бай. Жер жәннаты Жетісу, асқар шыңды Алтай, емді қасиеті мол Алакөл, көрген көзі таң қалдырар Балқаш, сыр жасырған Көкше, сұлулықтың мекені Баянауыл. Айта берсең, Атырау мен Алтайдың арасына алып жатқан ұлы қазақ даласы бірінен бірі өткен көркем байтақ. Қазақстанның 7 кереметін атап өтсем, таңбалы тас суреттер, алтын адам, киіз үй, домбыра, Ахмет Яссауи кесенесі, Маңғыстау жер асты мешіті және Бәйтерек монументі. Жамбыл облысы тарихымыздың алтын діңгегі, сәулеті мен сәні жарасқан, тарихы тасқа, шежіресі құмға сіңген киелі өлке. Көптеген туристерге өзінің сұлу табиғатымен, мәдени ескерткіштерімен, әсем сәулетімен танылған. 2000 жылдан астам тарихы бар ежелгі өлкемізде ғасырлар бойы сақталған, өткен күнге сыр шертетін нысандары қаншама. Дәл осындай тарихи, табиғи, мәдени құндылықтарымызды көрсететін 7 керемет менің туған өлкемнен де табылады десем артық айтқаным емес. Қазақстанның 7 кереметінің төңірегінде Жамбыл облысындағы 7 кереметті іріктедім. Олар Тектұрмас күмбезі, Қарахан кесенесі, Айша бибі кесенесі, Ақсу-Жабағылы қорығы, Көксай шатқалы, Меркі өңіріндегі Көккөл, Ақыртас сарай кешені. Алғашқы керемет шығыс шайырлары тамсана жырлаған көне шаһардың жаңа шырайын қалыптастырып тұрған этно-тарихи кешен Тектұрмас. Бұл күмбез шамамен 13-ші ғасырда қаламыздың оңтүстік шығысында Талас өзенінің жағалауында бой көтерген. Бұл кесене талай қиратылып түрленген. Ең бастысы қайта қалпына келтіріліп, мәдени мұра ретінде сақталды. Қазіргі таңда жаңашылдыққа бет бұрған шаһар тарихи келбетінен айырылмай, кеше мен бүгінгі күннің үлгісіне айналуда. Айша бибі, Қарахан кесенелері. Бұл көне ғимараттарды салу барысында аса шеберлікпен әзірленген 30 түрлі өрнекті кірпіш пайдаланылған. Қараханитер дәуірінде 11 ғасырда бой көтерген Қарахан кесенесі Айша бибі мен Бабаджа хатун кесенелерімен тікелей байланысты. Тасын түртсең тарихтан сыр шертетін көне заманның бүгінгі куәгеріндей күмбездерін күнге сүйгізіп, аймақтың атын шығарып асқақтап тұрған, аймақтың алтын кілті іспеттес Айша бибі мен Қарахан кесенелері қаламыздағы махаббат символына айналған 7 кереметтің бірі. Адамның бойына қуат, көңіліне шабыт беретін сұлулық пен әсемдік әлемі баға жетпес байлығымыздың бірі Ақсу-Жабағылы қорығы. Ақсу-Жабағылы қорығы Талас алатауының солтүстік батыс бөлігін және өгем жотасын алып жатқан Қазақстандағы тұңғыш қорық. Қорық ландшафтысы көркем және тылсым. Жазықтар мен алаңқайлар биік шыңды тауларға алмасып, жартасты шатқалдармен қиылысады. Өзендері терең шатқалдарға құйылып, ақырған сарқырамаларды құрайды. Түпсіз көгілдір мұздай тау көлдерінде аспан айнадай шағылысады. Келесі 5-ші керемет Ақсу-Жабағылының басты көрнекті орны Көксай шатқалы. Қазірде бұл шатқал туристердің сүйікті мекеніне айналған. Қыс мезгілінде коньки шаңғы тебуге, жазда атпен серуендеуге, отбасы және достармен бірге таза ауаға шығуға таптырмас орын. Меркі жерінде ат басын бұрмай кетуге болмайтын тағы бір мекен бар. Ол сыры ашылмаған құпияға толы Көккөл. Биік таудың басында орналасқан құпияға толы Көккөл көлі көз тартар, аса көркем, бар сұлулықты өн бойына жинап алғандай. Бұл Көккөл көлі әлі толық зерттелмеген. Кейбіреулер мұнда айдаһар бар десе, енді бірі олманнан ақырған бураны көргендерін айтады. Тау қойнауындағы құпияға толы көлдің сыртқы пішіні жүрекке ұқсайды. Айдынға ешқандай ағын су немесе өзен келіп құймайды және ағып шықпайды. Десе де судың деңгейі қысы-жазы бір қалыпта. Бұл көл әлі де зерттеуді қажет етеді. Өңіріміздегі әлемдік мәдениетке танымал тарихи мәдени ескерткішіміздің бірі Ақыртас құрылыс кешені. Ата-бабаларымыздың көне дәуірдегі мәдениетінің озық үлгісі болған Ақыртас сарайы Тараз қаласынан шығысқа қарай 40 шақырым жерде Қырғыз Алатауының етегінде орналасқан. Бұл орта ғасырлық мәдениеттің ескерткіші ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Керемет құрылымның тарихы көптеген құпиялармен тығыз байланысты. Сондықтан ғалымдар оның пайда болуы туралы теорияларды әлі де зерттеуде.
Өз видеомда тарихи нысандар мен қорық аумақтарды, кесенелер мен ескерткіштерді модельдеу үшін SketchUp бағдарламасын қолдандым. SketchUp бұл 3D дизайн арқылы сәулеттік жобалау бағдарламасы. Мектептегі жобаға сәйкес 3D форматына қызығушылық танытқан оқушыларға SketchUp арқылы объекттерді жобалауды үйреттім. Алдағы уақытта әр оқушы өз өлкесіне виртуалды саяхат жасап, Қазақстан 3D форматында деген сайтқа жүктеуге мүмкіндік беретін қосымша ойлап табудамыз. Оқушылар туристерге Қазақстанның түпкір-түпкіріндегі тарихи, табиғи нысандарды виртуалды көрсетіп, IT технологияларын мектеп жасынан ақ меңгере алады. Бұл сайттың басты артықшылығы да осында. Қорытындылай келе, туған жердің әр тасы біздің алтын тағымыз демекші. Өткеннің сайраған ізіндей, көненің көзіндей болған өлкемнің жеті кереметін көріп саяхаттауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.